Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз жасанды ақшадан осындай столдың үстіне қойып қоятын тал жасап үйренетін боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаймыз. Ең алдымен осындай кішкене кабельді алып, оны ирек қылып орап, талымыздың бірінші түбін жасап алатын боламыз. Осындай жасыл клеевый лентаны пайдаланып, осы кабелімізді барлығын әдемі етіп орап шығатын боламыз. Міне орап дайындап алдық. Енді осындай домалақ қалтқыны осы кабелімізге жабыстыратын боламыз. Ыстық клейдің көмегімен жабыстырамыз. Енді ақшамыздың жасалу жолын көрсетейін. Міне долларымызды аламыз, 2-ге бөлеміз. Осындай конус жасайтын боламыз. Оны да ыстық клейдің көмегімен жабыстырып дайындап аламыз. Бізге бұдан 60 штук, яғни 30 штук ақша қажет болады. Осылай бәрін жақсылап клейлеп дайындап алатын боламыз. Мен алдын ала дайындап қойған болатынмын. Енді қалтқымызға ең төбесінен бастап клейімізбен шұңқыр жасап, ішіне клей тамызып, осылай барлық ақшаларымызды жабыстырып шығатын боламыз. Бірінші пистолетіміздің қызып тұрған ұшымен қалтқымызды тесіп аламыз және ішіне кішкене клей тамызып жібереміз. Содан кейін ақшамызды барлығының бойын бірдей етіп жабыстырып шығатын боламыз. Міне осылай видеодағыдай етіп, төбесінен бастап айналдыра жабыстырып шығатын боламыз. Міне менің барлығын жабыстырып шықтым. Енді осындай гүлдің горшогын алып, оған гипсті былғап құйып, талымызды қатыратын боламыз. Гипс өте тез қатады, сондықтан гипс қолданамыз. Суға араластырамыз. Осылай қою болғанша араластырып, горшогымызға құйып, горшогымыздың қақ ортасына талымызды орналастыратын боламыз. Міне біздің гипсіміз осылай болып қатты. Енді сәндеуге кірісетін боламыз. Ол үшін гофрированный бумагының жасыл түсті қиындыларын пайдаланатын боламыз. Оны горшогымыздың ішіне толтырып, жасыл шөп ретінде салатын боламыз. Міне осылай біздің әдемі талымыз дайын болды. Егер видеоларым пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.